Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті мұсылман жамағат, Алла Тағала жұма намазға келген қадамдарыңыз сауаптан жазсын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір сөзіне айтады: "Ман хараджа илал масжиди лиятааллама ал-илма ва юаллиму кана ажру ка ажри хаджин хаджатан тамма." Кімде-кім мешітке шықса, мақсаты білім іздеу болса, оның барысы қажылыққа барғанмен бірдей, қажылық жасағандай сауап алады екен. Мешітте білім алу, білім тыңдау үлкен сауап, қажылыққа барғандай сауабы болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадис шарифінде айтады: "Ма мин фитнатин мин халқи адама иля ан тақума саату хия аъзаму мин ад-даджал." Адам алейхиссалам жаратылғаннан күннен қияметке дейін ең үлкен сынақ, ең үлкен фитна даджал. Даджалдан артық сынақ, фитна адам үшін болмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям басқа сөзінде айтады: "Гайру даджали ана ахвафу алейкум. Фаин яхруж ва ана фикум ва ана фана хаджижу дунакум." Сендер үшін қорқатын даджал, масих даджалдың сынағы, фитнасы ең қорқатын. Егерде ол мен тірі кезінде шықса, пайда болса, мен өзін онымен алысамын. "Ваин яхруж ба'ди ва ана ласту фикум фа куллу мрин минкум хаджижу нафсихи." Ал егерде ол менен кейін пайда болса, мен жоқ болғанда пайда болса, онда әр мұсылман өзі дейді, алысады дейді. Әр өзі үшін сол даджалдың сынағынан өзі өтуге әрекет жасайды өзі. Дінімізде мына фитнаның мағынасы бір, мағыналары, негізгі мағына сол имандылықтан, діннен тосу адамды. Даджалдың фитнасы адамдарды өзіне иман келтіруге шақырды, өзінде жалған құдаймын деді, және сондай сынақ жасаған адамдарға. Фитналардың түрлері көп. Мен осы жаңа басқа мағынаны ірітке салу, Алла субхана тағала Құран кәрімде айтады: "Ваттақу фитнатан ла тусибанна лазина заламу минкум хасса." Сондай фитнадан сақ болыңдар, ей муъминдер. Ол тек қана өздеріне ғана, фитнаға ұшыраған адамдарға ғана зияны ғана тимейді, ол басқаларға, жандағы адамдарға да, қасында адамдарға зияны тиіп жатады. Кей кезде адам баласы өзі де фитна болып кетеді, өзі жүрісі, істеген ісі фитна болады. Осы жайында Алла субхана тағала айтады: "Раббымыз бізді фитна жасама, бізді сынақ етпе, адамдарға дінге кіруден, дін ұстаудан сол кедергі етпе бізді, өзімізді." Және басқа риуаятта Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқан: "Якфикумуллаху ияху бис-салихин." Алла Тағала сендерді даджал сынағынан салиқалы адамдар арқылы да оны жеңуге көмектеседі. Араларында ізгі адамдар, салиқалы адамдар болса, сол да бір себеп болады даджалдың сынағынан өтуге. Алла Тағала сол даджал сынағынан бәріміз сақтасын. Жер бетінде масихи даджал 40 күн жүреді екен. Сол бір күні бір жыл сияқты болады, бірінші күні. "Ваяумун кашахрин", екінші күні бір айға созылады, екінші күні. "Ваяумун каусбуй", үшінші күні бір апта сияқты болады. "Васайру аямихи ка аямина хази ла ябқал арду илля ятауха илля Макката вал Мадина." Басқа күндер жай күндер сияқты болады. Жер бетінде бір жер қалмайды, бүкіл жерде масих даджал өтеді екен. Тек қана қасиетті екі қалаға, Мекке мен Мәдинаға кіре алмайды екен. Мұсылмандар қасиетті жері, соған сондай кәпір адам, өзін құдай деген адамға жаңа кіруге рұқсаты жоқ. Сол Мәдинаға келген кезде Мәдина қаласы шайқалады, және ішіндегі болған 200 адамдарды, мұнафиктерді сыртқа лақтырады. Сол ішінде жүрген 200 адамды сыртқа лақтырады. Бұл мағынасы мәжде біз ажырату керекпіз. Жер мен адамдарды ажырату. Жер ол қасиетті жер, бірақ жүрген адамдар ол жерде қасиетті адамдар емес, олар пенде, жайлы жүрген пенделер. Олар да басқа пенде сияқты қателесе де күнә да жасауы мүмкін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадис шарифінде айтады: "Араб адамның басқа адамға, басқа ұлттың адамға ешқандай артықшылығы жоқ. Тек қана істеген істермен, құлшылығымен, тақуалығымен ғана артықшылық болуы мүмкін." Сол сияқты басқа да адам арабқа да артықшылығы болмайды, тек қана сол тақуалықпен ғана. Бұл осы жерде Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып кеткен ешқандай артықшылық жоқ. Араб адам басқа ұлтқа, және қара мен аққа, және бүкіл біздің ислам ғұламалары тарихқа қарасақ, тарихымызда араб емес болған. Бүкіл олар жаңа басқа жерден шыққан. Мекке Мәдинеден шыққан, басқа жерлерден шыққан ғұламалар.
бір неде хикаяда келеді, осы жайында жаңа ғалымдар келтіретін. Сондай бір патша болған, тұқымы араб. Сол патша бір күні бір ғалымды қарсы алады өзінің сарайына. Ол ғалымны білетіні бір сұрақ: қандай, ана Меккенің ғалымы қандай екен деп. Кім деп. Оны пәленше ол кім, оның несі, тегі қандай? Ол Мауля деген араб емес. Патшаға ұнамайды, араб патшаға болған. Мадинада бір адамды айтады, ол жерде ол да кім? Ол да Мауля, ол да араб емес. Басқа қаланы айтады, ол жерде кім? Аттарын айтады, бәрі араб емес болып шығады екен, Мауля. Анау жаңа патша, араб патша ашуланып, ыза болып ұнамай кетеді сол нәрсе. Және тағы бір қалаға келген кезде, ол кезде тағы да ғалымнан сұрайды: ол жерде ең мықты ғалымы кім? Сол қаланың ең мықты ғалымы. Ол жерде бір ғалымның атын бар, ол бірақ оны айтпай, шатақ болмасын деп, ананы басқа бір араб, тұқым араб ғалымды айтады екен атын. Сонда анау патша риза болып қалады жаңа. Бұл енді мұсылман адамдыға несі жараспайтын тіршілікте. Ислам дінінде мынандай, бізде жаңағы бір ұлт басқа ұлттан артық емес. Қазіргі кезде біреулер араб болғысы келетіндер бар жаңа. Сондай өзінің несін жаңағы төмен санап, басқа жағын артық деп санап жүргендер бар. Осылай қасиетті жерді және нелерді ажырату керек, адамдар жүрген. Сол сияқты исламды да мұсылмандар сияқты ажырату білу. Басқа мысал, бір Европаның адамы исламды қабылдаған кезде кітаппен, оқу, біліммен, зерттеумен арқылы қабылдайды. Сосын араб елге барған кезде мұсылмандардың жеріне барып, мұсылмандармен қатынас жасап, көңілі қалады. Бір нәрсе ұнамайды екен тіршіліктері. Сонда артынан бір ақылға салып ойланып айтады: Альхамдулиллахи арафтул ислама қаблел муслимин. Аллаға шүкір, мен бірінші исламды білдім, содан кейін мұсылмандармен таныстым. Осы жерде бізге мысал, ислам бөлек, мұсылмандар бөлек. Кейбір адамдар өздерінде айтады: біз осындай, мынандаймыз деп, бірақ ол жерде мынандай қағида жүреді, ғалымдар айтқандан: куллун яддаил васла билайла ва лайла ла тухиру бизалик. Арабтардың мақалдарында айтады: әрбір өзі лайла лайла менің әйелім деп айтады екен әрбіреу дейді. Бірақ лайла ол әйел кісі айтады екен, ол өтірік нәрсе, жоққа шығарады бұны. Және сол әрбіреулер айтады: біз нағыз мұсылманмыз деп, біз нағыз, бірақ шындығына келгенде олай емес. Ол шындық соны жоққа шығарады екен. Бұрынғы тарихта да сондай Фирғауын, Намруд сияқты сондай адамдар болды, өздерін құдай деп айтты. Бірақ оларда ешқандай бір соны дәлелдейтін нәрселер болған, тек қана күшпен ғана болған, күшке салып адамды өлтіру, сондай зорлықпен. Ал мынау Масихи Даджалге сондай нелер берілген, әдістер. Ол сондай жаңа адамды сынақ ететін, адам пенде сынақтан өте алмайтындай. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: немесе Даджалдан сендерді сақтандырамын, ең ғайып болатын, алдына сендер тосып атқан ең жаман нәрсе. Одан ең жаман нәрсесі ғайып болған ол Масихи Даджалдің фитнасы. Сынағы бір неге келеді, нашар тұратын бір жерге келеді, нашар тұратын ауылға келгенде соларды өзіне иман келтіруге шақырады. Мен сендердің құдайларым иманға шақырады екен. Нашар тұратын ауыл соған иман келтірсе, жерге әмір бұйрық береді, жер жемістерді, әртүрлі жемістер өсіреді. Әртүрлі дүние, оларға дүние келеді, молшылық болады. Басқа жерге келеді ауылға. Ол ауылға да айтады: мен сендердің құдайларым иман келтіріңдер дегенде, олар иман қарсы келгенде Даджалға соларды тақыр етеді, аш қалдырып, олар сол ауыл аштықтан өледі. Осындай сынақ жасайды. Сонда кейбір адамдар осы сынақтан өте алмайды екен. Осындай нелер болғанмен, өзі Масихи Даджал өзінде екі көздің арасында, бір көзі жаңа көрмейтін, екі көз арасына кафара деген, кәпір болды. Кәпір болды деген жазу бар араб тілінде. Соны өзі өшіре алмайды екен. Алла Тағаланың құдіретімен соны қаласа да өшіре алмайды екен. Мактубун байна айнайхи кафара яқрауха куллу муъминин ва яғибу ан қираатиха куллу кафирин ва мунафиқ. Оның екі көзінің арасында кафара де, кәпір болды, күпірлік етті деген сөздер жазылады. Әрбір мұъмин адам, иманды адам оны оқи алады, сол сөздерді көріп оқи алады. Ал кәпір мен 200 мұнафиқ адам оны оқи алмай кетеді, сол сөздерді. Ең үлкен сол шахид болған, сол уақытта шахид болған жас жігіт, оны жаңа Масихи Даджал иман келтір, ол қарсы келгенде оны
екіге бөледі, кесіп екіге бөледі, қайтадан қосады, екі денесін қайтадан қосады, соған қайтадан иман келтір, менің құдіретімді көрдің ғой, сонда ол бала бәрі, мен одан да артық түсіндім, сен кәпір екенсің, сен кәпір екенің одан да артық мен иманым күшейді, сондай сөздер айтады. Сосын сол ең үлкен шахид болады екен. Бұл енді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадис шарифінде айтады: "Хаза азамун наси шахадатун инда раббил аламин". Әлемнің Раббысына ең үлкен шахид болған адам екен. Өйткені ол себепкер болады екен, басқа адамдардың тура жолдан таймауға, адаспауға, неге соларға себепкер болады екен. Сол заманда Масих Даджал кезінде Масих Иса ибн Марьям, Иса алейхиссалам пайғамбарды түседі. Сонда сол Иса пайғамбар Палестинада Даджалмен кездескенде Даджалды өз найзасымен өлтіреді. Масих Даджалдан сақтану жолдары, әртүрлі жолдар, олар Алла Тағала сүйіну, содан Алла сақтасын деп дұғаларды айту. Пайғамбар саллаллаху алейхи хадис шарифінде неледі, сондай дұғалар келеді: "Наузу биллахи мин фитнатил масихи даджал". Масих Даджал фитнасына Алла бізді сақта, дұға айтылады екен. Және сол Масих Даджал фитнасына сақтану жолы ол Каф сүресін оқу. Кімде-кім Каф сүресін алдындағы 10 аятты оқыса, және басқа риуаятта артындағы аяттарды оқыса, Алла Тағала сақтайды фитнасынан. Бұның мағынасы Каф сүресінде алғашқы аяттарда Алла Тағала иман келтірген адамдар туралы баяндайды. Олар залым патшадан қашты, үңгірге қашады. Өйткені залым патша олар зорлықпен діннен қайтаруға әрекет жасайды. Содан иманымызды сақтаймыз, дінімізді сақтаймыз деп олар үңгірге қашады. Алла Тағала оларды солай құтқарады екен, имандарын да сақтап. Сол үшін мағынады сол Масих Даджалдың да сынағынан осы Каф сүресін оқыса себеп болады екен сақтануға. Фақалу раббана атина мин ладунка рахматан ва хайи лана мин амрина рашада. Олар айтты: Раббымыз бізге өз тарапынан мейірімділік бер, нәсіп ет, және бізді ісімізді түзу ет, тура ет біздің ісімізді. Басқа жол осы Масих Даджалдың несінен сақтану фитнасынан, ол басқа әртүрлі фитналардан аулақ болу, басқа әртүрлі сынақтардан, фитналардан аулақ болу, соларға жақындамау. Сол кезде ғана сол адам өзінің дінін сақтап қалады екен. Сол себепті ертең Масих Даджал егерде жолықса, сонда да сол адам содан сақтануға мүмкіндік болады екен. Енді әртүрлі жаңағы ол білесіздер, енді қайталамай қойып білесіздер қандай фитналар болады. Жаңа мұсылман арасында салатындар бар, жаңа ауызбіршілік бұзатындар, мешітте білім алмай біздің өзіміздің ата-баба ұстанған несін, дәстүрлі немізді ұстанбай, жаңа мектебімізді, басқа жақтың несін ұстанып, солай біздің халқымызды бөліп, екіге бөліп, сол бір-біріне қарсы қойып, сондай іріткі салатындар бар. Және әртүрлі басқа да фитналар жасайтындар болады. Бір сөзіне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады екен: сендердің іштерінен сондай адам пайда болады, соның артынан Иса пайғамбар алейхиссалам өзі намазда тұрады. Сол адамға, мұсылман адамға үйіп намазда тұрады екен. Ол имам Махдиді айтады. Сол Иса пайғамбар дәрежесі пайғамбар болса да, мұсылман артында тұрып, сол жаны ұяды екен, намазда тұрады жамағатта. Осы жерде бір дәлел мұсылман үмметінің қандай артықшылығы бар басқа үмметтерден. Тура жолы Алла Тағаланың қолында. Сондықтан әр намазда ихдина сиротал мустақим қайта айтады: бізді тура жолға сал, я Алла, ияка набуду ва ияка настаин. Саған ғана құлшылық етеміз және сенен ғана жәрдем сұраймыз. Аяттың тafsirінде осы құлшылық жасауға сенен жәрдем сұраймыз. Алла, сен жәрдем берсең, бізге тауфиқ берсең, біз құлшылықты да дұрыс жасаймыз. Бұл жерде тағы бір мағына бар. Осы Масих Даджалдың қиссасында Алла Тағала Құран Кәримде айтады: «Ваджаалнахум аимматан ядуна илан нар». Оларды сондай тозаққа шақыратын имам қылдық, басшыларды. Сондай адамдар болады, адамдар тозаққа шақыратын. Жаңа Масих Даджал сол адамдарды, өзіне сенгендерді тозаққа шақырды. Ал керісінше басқа жаңа имамдар, жаңа олар Иса алейхиссалам сияқты олар жаңа адамдарды жәннатқа шақырды. Ваджална лил муттақина имама. Және бізді тақуаларға имам басшы ет деп жаңа басқа аятта Алла Тағала айтады. Масих Даджал ең үлкен бір күнәсі өтірік айтты, жалған айтты. Раббысының атынан өзімді жалған құдаймын деп айтты. Сондықтан оның ісі де бос қалды, өйткені оның ісі Алламен болмады және Алла үшін болмады, оның ісі бәрі
бос қалды. أكرمك بثلاث كرامات جعلك ذاكرا له ومذكورا به ومذكورا عنده. Алла Тағала сені үш нәрсемен абыройлы етті, мұсылман адам. Сені Алла Тағаланы еске алатын құлдардан етті. Саған нәсіп етті, Алладан еске алуға нәсіп етті. ومذكورا به, және Алла Тағала мен бірге сені де ескерілетіндей сондай екінші абырой берді. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. Рахманның құлдары, олар жер бетінде жай басады, кішіпейіл жүреді. Зікір еткен, құлшылық еткен адам, ол да Алла Тағаламен айтылған кезде де есіне алынады екен. Және үшінші абырой ومذكورا عنده, және Алланың алдында да сені сондай ескерілетіндей Алла Тағала сондай не берді, абырой берді. Пайғамбар саллаллаху алейхи хадис құдсида айтады: "Ман закарани фи нафси закарту фи нафси", кімде-кім мен ішімнен еске алса, мен оны өз ішінен еске аламын. Ал кімде-кім мен көпшілікте адамдармен, жамағатпен, көпшілікпен бірге еске алса, мен оны одан да артық көпшілікте еске аламын. Яғни періштелер алейхиссалам қасында оны еске аламын. Ислам дінінде біз Масих Даджал туралы тақырыбымыз негізгі бітті. Енді мына жерде кішкене уақыт бар. Соны негізгі ислам дінімізде неде түсінуде мынандай адамдар әртүрлі бар. Кейбірлер дінді керек қылмай, діннен қашады, құлшылықтан, намаздан, әртүрлі ғибадаттардан қашып жүреді. Дінді өздерінше басқаша бұрмалап, басқаша мағынаны шығарады. Екіншілер бар, бұларға қарамайшы қарай. Олар дінді ұстаймыз деп қатты кетіп шектен шығады. Мағынасына қарамай, мақсатқа қарамай, ешқандай немен жаңа тіке алып жүреді. Осылардың біріншілердің несін ажырату, олардың несін қателігін білу оңай, ешқандай қиындыққа түспейді. Ал екіншілерінің мынандай өздерінше дінді біз тақуамыз деп, нағыз мұсылманмыз деп, солардың несін ажырату оңай емес. Кейбір адамдар солардың сөздеріне қарап алданып қалады екен. Осы жайында мынандай 6 белгілерді келтіреді осындай адамдардың. Ол бірінші белгісі дінді тіке түсіну. Аят, хадис, Құрандарды тіке мағынасымен алу, сөзбе сөз алу, несіне мағынасына қарамай сөзбе сөз алу. Бір мысал ретінде дінімізде мынандай сөздер, хадис келгенде, балақ ұзақ болса, киім ұзақ адамның несі тозақ жазасы, тозаққа барады. Алла Тағала оған қарамайды, қиямет күнінде онымен сөйлеспейді, оны тазартпайды. Осыны ауыр жаза бұл жай киім үшін, киімнің түрі үшін болу мүмкін ба деп ойламады да, ойлағысы да келмейді. Ал басқа хадистерде ол жайында айтады: кімде-кім өзінің киімді тәкаппарлықпен, мақтанышпен оны дейді ұзартса дейді, сол заман адамдар өздері солардың несі белгісі сондай болған. Киім, ұзын киіммен сол басшылықты көрсетіп, сонымен мақтанады екен, тәкаппарланады. Кейде адамдар киімі, бірақ киіммен жүреді, киімі жоқ та болуы мүмкін. Өз Омар ибн Хаттаб радиаллаху бір несінде келеді, елші келгенде сыртынан бір киімі ғана мен жүріп, соны шешеді, жуып қояды, соны тосады екен, кепкен екен. Осындай мысалдар көп. Сол бірінші олардың сипаты дінді тіке алып, сөзбе сөз алу дегені. Екінші сипаты діннен несін қаттысын, ауырсын таңдап жүру әрдайым. Сол нәрсені олар ауыр қаттысын таңдадым деп айтпайды, дәлел деп айтады. Ал Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадис шерифінде айтады: екі іс таңдаған кезде ең жеңілісін таңдаған, күнә болмаса ең жеңілісін таңдаған. Және сөзінде де айтады: яссиру валя туассиру, жеңілдетіңдер, ауырлатпаңдар. Сондай сөздерді айтады. Үшінші бұлардың сипаты ол өздерінің пікірлерінде жоғары санау. Алдануға дейін өздерін жоғары санап, тек қана өздері ғана дұрыс жолда деп санау екен. Бұл үшінші белгісі. Төртінші сипат алинкару бишидатин алал мухалифин. Басқалардың өзбен келіспегендер, басқа ғалымдардың, басқа мазхабтың ғалымдарына қарсы сөгіс айту, олардың дәлелдерін жоққа шығару. Шариғатымызда айтылған қағидасын ұстанбау. Ла инкара фил масаил ижтихадия. Ижтихад мәселесінде біреудің несін жоққа шығаруға жол жоқ. Басқа ғалымын жоққа шығаруға болмайды. Имам Малик айтқандай, әрбір куллун раддун ва мардудун алейхи. Біреудің несін қателігін шығару мүмкін, және ол ғалымның өзінің қателігін басқалар шығару мүмкін. Ешбір сондай нелерін, солардың ғалымдардың жолдарын бағыты жоқ, ондай толығымен бәрі дұрыс қана деген ондай нәрсе болуы мүмкін емес.
Бесінші белгісі, олар басқаларды кінә тағып оларды намыстарына тиеді екен, жарақаттайды екен, басқа келіспеген неге дейін, күпірлікке дейін шығаруға дейін сондай сөздерді айтады екен. Оларды бидағат жасадың, оларды жаңа пасық болдың, әртүрлі күпірлік істедің, сондай нәрсе. Бұндай адамдар имам Шафидің несін айтқан сөзін, сүнниттердің үлкен имамдарының несі сөзіне иман келтірмейді, соны ұстанбайды. Имам Шафи айтқанда раи савабын яхтамилу хата, вараи мухалиф хатун яхтамилу саваб. Менің ұстанған дәлелім, менің алған иштихад, алған Құран хадистен алған дәлелдерім дұрыс деп санаймын, қате болуы мүмкін. Ал басқа ғалымдардың менімен келіспеген, басқа дәлел алған ғалымдардың несін қате деп ойлаймын, бірақ дұрыс болуы мүмкін деп осылай ұстанған. Бұлардың сөздері біздікі тек қана дұрыс деп, басқалардың несі қате бар, толығымен қате деп осындай несі. Сондай нәрсені естіп атқанда егерді сонда да білуге болады екен, бұл адамдар жаңа неде басқа жолда, теріс жолда жүрген екен. Алтыншы белгісі адамул мубалати би исаратил фитанил динния вал мазхабия. Елемеу, жаңа керек қылмау. Бір деген жаңа айтқандай масихид даджалны фитнасы деді, әртүрлі фитналар бар. Олар фитна болады ғой, бір ірткі болады, мұсылман арасында бүлік болады, мұсылмандар бөлінеді ғой, бір-біріне жек көреді ғой, бір-біріне жақсы көру деген сондай сипат нелер, сезімдер жойылады ғой. Бұларға айтып, бұл бәрібір оны керек қылмайды. Ол нәрсе жаңа өзінің әлемінде ғана өмір сүру деген, тек қана біз бармыз, басқалар жоқ деген сияқты өмірде сүру. Мысал ретінде ол тек қана жаңағыдай басқа мұсылман емес болсын, мұсылман ішінде өзімен басқа мазхабта жүрген адамдарға сондай нелері жаңа қатынас жасайды. Алла субхана тағала айтады, мысалы мұсылман еместермен қатынас жайында айтады. Ла янхакумуллаху анил лазина лам юқатилукум фид-дини ва лам юхриджукум мин диярикум ан табаррухум ва туқситу илейхим инналлаху юхиббул муқситин. Алла тағала сендерге басқалармен, сендермен соғыспаған, сендерді үйлерінен шығармағандармен оларға жақсылық істеуді, олармен әділ болуды тыймайды, сендерге тыйым салмайды. Алла тағала әділ болғандарды жақсы көреді. Бір қисса болды, бір кезде бір бадауи әйел далада жүргенде қасқырдың бөлтірігін көреді екен. Соны жалғыз қалған, аштан өліп атқан аяп, соны мейірім жасап өзімен алып кетеді үйіне, қойлармен бірге қосып жібереді. Бөлтірік сол бір қойдың сүтін емеді, солай жаңа өмір сүреді екен. Бір күні уақыт өткеннен кейін қораға кірсе, бадауи әйел қараса, анау қойды өлтірді жаңа бөлтірік, ішін жарып бәрін өлтірген. Сонда жаңа өлеңдерді айтады, біз сені жаңа аядық, сені сондай асырадық, бердік, осы бәрі. Фаман амбаака анна абуки зибун. Кім саған айтты екен сен әкең қасқыр екен? Қайдан біліп қойдың екен әкең қасқыр екен? Сонда егерде сол адамның табиғаты жаман болса, адам несі тазалығы жоқ болса, ол адамға дейді ешқандай адеп, тәрбие дейді пайда бермейді. Енді оны мұсылмандарға қатысты нәрсе, өйткені кей кезде адамдарға дәлел, білім бәрі айтылғанмен, қанша келтіргенмен адам қабылдамайды. Өйткені ол жерде айтады, иза сафати ният, адамдар ниеттер түзу болса, шынымен жаңа тақуалықтар не болса, кішіпейілдік, сондай адамдар ғана шындықты қабылдайды. Жаңа ғалымдар айтқандай, шейхул ислами хабимун лана валакин ал-хаққа хабун илейна, бір ғалымдар айтқандай, ана пәленшей ғалым біздің неміз сүйіктіміз, жақсы көреміз, бірақ егер де шындық басқа жақтан біреу айтса, біз соны артық жақсы көреміз деп айтқан екен. Және сол неде мұсылман адамға кәпір болдың, мұсылман емессің деп айту үлкен қылмыс екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи бір сөзінде айтады, ман қала ли ахихи я кафир фақад ба ахадухума биха. Егер де бір адам өз мұсылман бауырына кәпір десе, сен кәпір болдың, діннен мұсылман емессің деп айтса, ол екеуінің біреу соған бұл сөз қайтып келеді екен. Міндетті түрде анау адам болмаса өзіне сол сөзі қайтып келеді. Және пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннет жолдарына ешқашан біреу кәпір деген сөздерді айтпаған екен. Және кейбір адамдар өздері бір нәрсені үйренеді, біреулердің сабағын алып, біреулерін тыңдап, сосын басқаларды надан деп, білмейді деп санайды екен. Басқаларын мақлұқ деп санап жүреді екен. Бұлардың да істеген ісі жаңағыдай анықтамай, білмей, зерттемей бұл нәрсені. Ғалымдар не дейді екен толық білмейді. Бір-екі сөз тыңдады, анау тыңдады, мынау тыңдады, кішкене оқыды, соны жаңағыда ойлайды екен. Бұлардың да несі аятқа сай келеді екен. Инна ваджадна абаана аля умма. Жаңа біреулер адасқан
Құранда айтқан адам, олар біз әкелерімізді солай таптық дейді. Осылай бізді айтқан адамдар осылай үйретті бізді дейді, үйретіп қойды, біз соны білеміз ғана деп солай не істеген. Және соңғы мысал ретінде мынандай пайғамбар заманда бір мынандай Хатим бин Аби Бальта деген не кісі болған екен. Сол кісі қиянат жасап, пайғамбардың ғазаватқа жіберген кезде мұсылмандардың ғазаватын қашан шығады бәрін айтып қояды екен. Дұшпандарға бәрі соны айтып қояды, сырын жайып құпиясын ашады екен. Хатим бин Бальта деген осындай және қиянат жасайды екен. Бірақ біраз уақыттан кейін бір адам, Хатим бин Бальтаның қызметшісі, қасында жүрген адам оған өкпелеп, ренжіп, пайғамбарымызға саласы келген кезде айтады екен: "Валлахи ла ядхуланна ан-нар", деді. Мынау кісі Хатим бин Бальта тозаққа барады дейді, Алламен ант етемін, ол тозақтың адамы деп айтқан кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Казабта уа мин ахлил жанна", өтірік айтасың, ол жәннаттың адамы деп. Қиянат жасаған адамға да соны өзіне де күпірлік жасадан деп айтпаған.